4-ші сынып дүниетану сабағы. Сабақтың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Оқу мақсаттары: жасанды ортада өзінің қауіпсіздігін жоспарлау. Көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіне түсіресің. Өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренесің. Күн сайын үйден шыққан адамға түрлі жағдайлар кез болуы мүмкін. Ол қандай қауіп-қатерлер деп ойлайсың? Жасанды орта дегеніміз не? Адам қолымен жасалған жасанды орта деп елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар және басқа да көптеген дүниелерді айтуға болады. Олардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасады. Алайда олардан келетін қауіп-қатерлер де бар. Солардан өзіңді қалай сақтандыруың керек? Көшеге шыққанда сен жаяу жүргінші, не велосипедші, не көліктегі жолаушы боласың. Соның бәрін сақталуы тиіс қауіпсіздік ережелері бар. Сен жаяу жүргіншісің. Яғни сен қандай қауіпсіздік ережесін сақтауың керек? Тек жаяу жүргіншілі жолмен ғана жүр. Ешқашан көлік жүретін жолда ойнама. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Сен велосипедшісің. Сен қандай, яғни қауіпсіздік ережелерін сақтауың керек? 14 жасқа дейінгі балаларға көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Велосипедшілер велосипедтің арнайы жолында жүруі тиіс. Жолдан өту үшін велосипедпен түсіп, оны рулінен ұстап, жаяу жүргіншілердің жолмен өтуі қажет. Міне осы ережелерді сақтауың керек. Ал енді сен көліктегі жолаушысың. Яғни көліктен келе жатқанда терезеден басыңды шығарма. Көлік жүргізушіні алаңдатпа, яғни оған телефон шалуға болмайды. Сөйлеуге болмайды екен. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағына мініп түс. Яғни көлікте жүретін жағымен түсуге болмайды екен. Енді балалар, үйіңнің айналасында қандай қауіпті жағдайлар болуы мүмкін? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ал енді тыңдайық. Құрылыс алаңы болып жатса, немесе трансформатор күркесі болса, оның жанында ойнауға болмайды екен. Саябаққа немесе орманға баратын болсаң, жалғыз баруға болмайды. Үлкендермен немесе достарыңмен бару керек. Бейтаныс көлікке отырма. Көшеде біреу қалдырып кеткен ойыншық немесе бір қапшық тауып алсаң, оны алуға болмайды екен. Ол өте қауіпті болуы мүмкін. Танымайтын адамдар зат ұсынса, алуға болмайды екен. Және танымайтын адамдармен көп уақыт сөйлесуге болмайды екен. Ал енді балалар, жолда жүру белгілерін, номерлермен суреттерді сәйкестендіріңдерші. Бірінші суретке қай шартты белгі сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Иә, бірінші белгіге, яғни 5-ші сурет сәйкес келеді. 5-ші шартты белгі сәйкес келеді. Өйткені ол автотұрақ, яғни автобус тоқтайтын аялдама деген сөз. Екінші суретке қайсы шартты белгі сәйкес келеді? Иә, бұл, яғни адамдар жүретін жол деген сөз. Үшінші суретке қайсысы сәйкес келеді? Дұрыс айтасыңдар, бұл велосипедпен жүретін жол деген сөз. Ал 4-ші белгіге қайсысы сәйкес келеді? Яғни бұл жаяу жүргіншілер жолы деген сөз. 3-ші суреттегі шартты белгі сәйкес келеді екен. 5-ші суретке қайсы шартты белгі сәйкес келеді?
Иә, бұл жер астынан жүруге болатын жол деген сөз. Ал 6-шы суретке қайсы сәйкес келеді? Бұл бірінші шартты белгі сәйкес келеді. Яғни, осы жерден жүгіруге болады деген сөз екен. Тамаша, балалар. Ал енді мына диаграмма қарап қорытынды жасайықшы. Балалар жиі ұшырайтын көше оқиғасының себептерін атайық. Балалардың 40% көшенің рұқсат етілмеген тұсынан өтеді екен. Ал енді 30% көліктен дұрыс түспейді екен. Ал енді 15% бағдаршамның белгісіне назар аудармайды екен. 10% жолда ойнайды екен. 5% басқа қауіпсіздік ережелерін сақтамайды екен. Ал енді балалар үйге тапсырма. Үйде, яғни дәптерлеріне, үйде мектепке дейінгі маршрут бағысын құрастырып келесіңдер. Бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз бағдаршам әдісі бойынша. Ал балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.